Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін балықтың котлетін жасайтын боламыз. Ең алдымен біз балықты осылай тазалап алдық. Бұдан фарш жасаймыз қазір. Және пияз, картошка, сәбіз, жұмыртқа, чеснок, укроп керек болады. Укропын өз қалауымызша бәрін мясорубкадан өткізіп аламыз. Достар, менің каналым ұнап жатса, маған тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Және нанды езіп аламыз. Суда болмаса, сүтке езіп алсаңыз болады. Достар, менің каналымда бауырдың котлеті де бар, және овощный котлет бар. Егер керек болса, тіркеліп көре аласыздар. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш қосамыз. Және приправалар болса, приправа қоссаңыз болады. Осылай формада жасаймыз. Қызып тұрған майымызға қуырып аламыз. Шашылмайды, ажырамайды, осындай болып шығады. Өстіп екі жағын қызартып қуырып аламыз. Егер котлетіңіз жұқа болса, онда сразу піседі. Ал қалың қылып жасасаңыз, микроволновка болмаса, мантоваркаға булап алсаңыздар болады. 15-20 минутқа булап аламыз. Міне котлетіміз дайын. Мен пюре бердім гарнирге және салат қостым. Ас болсын.